Армысыз көрермен, қазақта күй өнері бар екенін білесіз. Сол күй өнерін арқалаған, күй өнерін орындайтын қазақтың бірден бір аспабы бұл көне аспап сыбызғы. Сыбызғы аспабы жасалуы қарапайым, бірақ орындалуы ерекше аспап. Дыбысы бөлек, бояуы бөлек, тек Қазақстанды ғана емес, әлемді таңғалдыруға болатын аспап екенін біз білеміз. Өйткені бұны біз сахнада қолданып жүрміз. Сахнада қаншама елді тамсандырып осы аспапқа қызығушылығын арттырып жүрміз. Бірақ өкінішке орай Қазақстанда орындаушылар да, тыңдармандар да сондай қатты көп деп айтуға болмайды. Дегенмен орындаушылардың санын арттырып, ұлғайтып, әсіресе жас буынды, орта буынды осы аспапқа үйренсек деген ниетіміз бар. Хасса ансамблінің белді мүшесі Дархан Әлімғазы осы сыбызғы аспабынан дәріс жүргізеді. Біздің QFS қазақ фольклор мектебіне келіңіз, үйреніңіз. Біз сізді сахнаның төріне шығаруға дайынбыз осы аспаппен. Төмендегі нөмірлерге хабарласып толық ақпарат алсаңыз болады. Міне қолымызда сыбызғының 7 ойықты түрі. Бұл 3 ойықты болады, 5 ойықты болады, басқаша түрлері болады. Барлығын көріп, біліп, әр қайсының өзінің бояуымен танысыңыз. Біз сіздерді күтеміз. Келіңіздер.